жерде мынау ақш Венесуэлаға Каракасқа шабуыл жасады дейді. Сосын тағы мынандай мәлімдеме жүріп жатыр. Соның Каракасты Мадураны президенттің әйелімен бірге ақш тұтқындады дейді. Сол үшін болса құтты болсын деймін. Диктаторлық режимдер азая берсін. Жер шарында тіпті жойылсын диктаторлық режимдер. Мен өзім жеке өзім солай ойлаймын. Диктаторлық режимдерге жол бермеу керек, қай жерде болса да. Сол үшін да мінекей құттықтаймын. Осы жолды кім ұстанады, диктаторлық режимнен кім алыстағысы келеді, кім осы жолды ұстанады, соларға бәрі құтты болсын. Диктаторлық режимге жол жоқ. Солай бірте-бірте ақырын бүкіл диктаторлық режим дүние жүзінде бүкілі құрып кетсе, жақсы болар еді. Жақсы өмір сүреміз бе деп ойлаймын.